Жолыңызда ашуға арналған таңдаулы дұғалар, адамның қаржы қиындықтарынан шығуына, ойға алған істерінің нәтижелі болуына, ауру сырқатқа шалдықпауына, тезірек жұмыс таба алуына, отбасындағы кикілжіңдердің алдын алуға, ісінің берекелі болуына бір ғана нәрсе жәрдем ете алады. Ол дұға. Осы мақсатта назарларыңызда жол ашуға арналған дұғалар топтамасын ұсынамыз. Мына дұғаны айтқан адамға ең қайырлы нәсіп болады. Қиналғандар жалбарынып жәрдем сұрайтын, қашанда тілге аты оралып, жүректер сүйенетін бір ұлық иесі бар. Ол жалғыз ғана Аллах Тағала. Олай болса, қайғыда, қиындық пен жеңілдікте оған жылап, жалынып жәрдем сұрайтын шақта осы дұғалардың сізге берерім ол. Осы дұғаны оқыса, Алла Тағала міндетті түрде оның қайғысы үшін сауап жазады және оған, яғни айырылғанның орнына одан да жақсысын береді деді. Қиындыққа тап болып, жолын ашқысы келген адам мына дұғаны оқысын. Алла Тағала суға батып бара жатқанды құтқарады, жоғалғанды қайтарады, дертке шипа береді, жәбірленгенге жәрдем береді, адасқанды жолына салады, қиналғанға жеңілдік береді. Қиындыққа тап болсаңыз, онда мына дұға сіз үшін. Бір күні Алла елшісі мешітке кірген бетте, Әбу Умәмә есімді аңсарларының бірі болған кісіні көріп, оған: «Ей Әбу Умәмә, сені намаздың уақытынан тыс кезінде мешітте мына күйде отырғанды көретіндей не жағдай болды?» деп сұрайды. Сонда ол: «Я Расулаллах, бұған себеп басымдағы қарызым мен күйзелісім» деп жауап беріпті. Сонда пайғамбар таңертең және кешке Алла Тағаладан: «Я Тәңірім, күйзеліс және қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулықтан, қажырсыздық пен сараңдықтан, қарызға бату мен адамдардың ашуынан өзіңнен пана тілеймін» деп дұға ет дейді. Осы оқиғадан кейін Әбу Умәмә былай деп айтады: «Мен пайғамбарымыздың айтқанын қылдым. Алла Тағала уайымдап, абыржығанымды кетіріп, қарызымды өтеуімді нәсіп етті» депті. Мазасыздыққа душар болған адамға мына дұғаның берері мол. Дұға жасауды жақсы білген адам уайымдап, мазасызданбауға лайық. Алла өте жақын, әрі естуші, қабыл алушы. Жаны қиналып, күйзелген адам жалбарынып дұға қылса, ол қабыл алады. Қиындыққа ұшыраған сәтте бірден уайымға берілмей тұрып, алдымен осы дұғаны оқып алыңыз. Мағынасы: «Я Алла, шын мәнінде мен сенің құлыңмын. Сенің құлың мен күніңнің ұлымын. Менің тағдырым сенің қолыңда. Сенің шешімің маған міндет, әрі маған шығарған үкімің әділ. Саған тән болған барлық есімдеріңмен, өзіңді атаған, немесе кітабыңда түсірген, немесе жаратылғандарыңның біріне үйреткен, немесе өзіңнен басқаға құпия еткен барлық есімдеріңмен өзіңе жалбарынамын. Құранды жүрегімнің көктемі, кеудемнің нұры, әрі мазасыздығым мен уайымымды әкетуші ете гөр». Алладан жәрдем сұрайтын кезде мына дұғаны міндетті түрде оқыңыз. Бір жағдайдың үнемі жалғаса беру мүмкін емес. Жақсылық, кеңшілікті күту ғибадаттың ең абзалы. Ендеше сіз сол жақсылықты сабырмен күтіңіз де Алладан жәрдем сұрайтын мына дұғаны оқыңыз. Алла Тағала Құранда өз қолдарына былай деген: «Біз сендерді аздаған қауіп қатермен, аштықпен және мал мүліктеріңнен, жақын жандарыңнан, өнімдеріңнен айырылу арқылы сынаймыз». Бақара сүресі 155 аятта ескертілген. Алла айтса, қашанда ақиқатын айтады. Және мұнда бір жақсылықтың болуы да мүмкін. Мұндай жағдайды жолым жабылып қалдыға балап, көңіліңізге уайым ұялатқан тығырықтан шығудың оңай жолын іздеуге асығыңыз. Оның оңай жолын осы дұғалардан таба аласыз, құрметті көрермен. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.